Кентау қаласында орналасқан номері 14-ші Әл-Фараби атындағы мектеп-гимназиясы 1990 жылдары салынып, пайдалануға берілген. Содан бері бірде-бір рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген ғимаратқа қала әкімі Дәурен Сәбитұлының тапсырмасымен жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, бүгінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шымкент қаласынан келген мердігерлер жергілікті тұрғындарды жұмысқа тарта отырып, жұмысты бастап кеткен. Бүгінде құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Енді оқушылар бар жағдайы жасалған жаңа ғимаратта білім алатын болады. Шымкент қаласынан осы Кентау қаласындағы нөмір 14 мектепті күрделі құрылыс жүргізіп, қазіргі таңда 85-90% бітіп жатыр. Енді мерзіміне лайықты өзі уақытысында белгіленген мерзімін сәл кешігіп жатырмыз. Себебі арада карантин болды. Пандемия аурулары болды. Негізі құрылысшылардың бәрі осында істеп жатқан бәрі жергілікті осы Кентау қаласының тұрғындары. Басқа жақтан келген адамдар жоқ. Бұл жерде құрылысшылар қазір мынау бөлмелерді сылақпенен левкаш жағып жатырмыз. Чистовой водоем болса сол линолеумдарын ауыстырып жатырмыз. Потологына жаңадан освещение беріп жатырмыз. Барлығын қазіргі стандартқа сәйкес жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді біздерде қазір таңда шамал бітпей жатқан жерлер, сол спорт залдың бір шамал жері жағы бітпей жатыр. Жаңағы нелері, пол жақтары резина жағы не төсеуіміз керек. Сол басқа жақтардың бәрі бітті. Сыртқы құрылыстары бітті, жаңағы сайдингтері, крыша ауысты, полностью осындай жұмыстар жүрілді. Жоспар қай уақытқа дейін бітіру жоспары? Енді осы айдың соңына шейін түгел бітіріп береміз деген уәде қабылдап отырмыз. Осы қыркүйек айының соңына шейін. Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фарабидің 1150 жылдығымен тұспа-тұс келген жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Сыныптар мен дәліздер заманауи талаптарға сәйкес жаңартылуда. Күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын естіп, оқушылар да, ата-аналар да дән риза. Жалпы мектебіміз 1990 жылы салынған. Содан бері ешқандай күрделі жөндеу жұмыстары жүргізген жоқ еді. Биылғы жылы бізге керемет қала әкіміне рахмет, осындай жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, осы мектебіміздің күрделі толық жөндеу жүргізіліп жатыр. Бұл жерде барлық мектеп шатырынан бастап, кәріз жүйелері, электр жүйелері, есік терезелері толық 100% ауыстырылып жатыр. Бұл жерде қалалық бюджеттен 278 миллион бөлінген, және мектеп шатырына 20 миллион бөлініп, қазір жұмыстар аяқталу сатысында. Біздің мектебімізде жалпы қазір 67 сыныпта 1767 бала білім алады, және кезекші сыныпта 164 оқушы оқып жатыр. Жалпы жұмыстардың бәрі қазір 90-ның үстінде жұмысшылар атқарып жатыр жұмыстар. Жұмыстарымыз барлығы сапалы, көңілімізден шығып жатыр. Енді осы жұмыс аяқталғаннан кейін өздің балаларымыздың қуанышына міне ата-аналар да қазір рахметін айтып жатыр, оқушылар да қуанышына міне осы жаңарған мектепке осы келіп аяқ басқалы отыр. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасына орай биыл барлық мектептердегі әжетханалар ішке кіргізілуі тиіс болатын. Бұл тапсырма Кентау қаласында да жүйелі орындалып жатыр. 17 мектепке заманауи модульдік әжетханалар орнатылса, ал 19 мектепте ағындағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Модульдік әжетхана орнатылған мектептің бірі Қазақстанға 30 жыл атындағы номері 3-ші көп салалы мектеп-гимназиясы. Балалардың қамы үшін орнатылған әжетхана жарық әрі кең, ыстық және суық су келіп тұр. Сенсорлы қол жуғыш орнатылған. Бұл бастаманың ең басты мақсаты оқушыларға туындайтын қолайсыздықты жою. Біздің қаламызда біраз мектептерге модульді туалеттер соғып берді. Мен сол сәттен пайдалана отырып, қала әкіміне, білім бөлім басшыларына алғысым шексіз деп айта аламын. Үлкен рахмет, сондай жағдай жасап, заманауи модульді телефон соғып берді, туалет соғып берді. Сол туалеттің міне рахатын балдар көреді. Ғимараттың ішіне салынды, балдар сыртқа шығатын еді. Бүгінгі таңда модуль туалеттің несі бар неге сай, өте әдемі, сондықтан алғысым шексіз. Тағы да рахмет.